Қайырлы күн достар, бүгін көпшіліктің проблемасына айналған 6 жылдан интернет тарату жайлы видео түсірмекпін. Болады сіздерде қаншама тариф, гигабайттар, трафиктер жиналып қалды, толып. Телефонда қарайтындарыңызды қарап болдыңыздар, компьютерге жалғап шаруа істегілеріңіз келеді интернетте. Бірақ ашып қалғанда мынадай хабарлама шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай интернетті тарату, яғни тәулік бойы тарату ай сайын 590 теңге төлеу керек. Күндізгі уақытта тарату үшін 290 теңге. Одан кейін суточный тәулігіне төлесеңіз 99 теңге. Бұлай қарағанда өздеріңізде онсыз да тарифке аз ақша төлеген жоқсыздар. Одан кейін енді Wi-Fi мен тарату, яғни компьютерге, оған тағы да төле. Бұлай қарағанда әділетсіз көрінеді. Бірақ Windows-тың құдіреті Mac компьютерлерге қарағанда барлық параметрларды қолмен енгізіп алуға болады. Қазір мен сіздерге соны қалай енгізуді көрсетемін. Қазіргі заманда құпия жоқ десе де болады. Мен осыны көрсетпесем де ертең басқа біреу де көрсетеді осыны бәрібір. Сол себептен осы фишкамен сіздермен бөлісейін деп шештім. Яғни, мынадан қалай құтылып кетеміз. Алдымен пускқа барамыз, оң жақ батырманы басамыз, выполнить дегенді таңдаймыз. Оның ішіне regedit деп жазамыз. Regedit. Enter батырмасын немесе OK'ді басамыз. Содан кейін сіздерде осындай терезе ашылады. Оның ішінен HK Local Machine дегенді ашамыз. Оның ішінен System дегенді ашамыз. Яғни шетіндегі стрелкаға басу арқылы. Systemнің ішінен Current Control Set дегенді таңдаймыз. Яғни Current Control Set дегенді ашамыз. Оның ішінен Service дегенді ашамыз. Ал сервистің ішінен көптеген параметр бізге керегі TSP-IP. Мұнда алфавит бойынша іріктеледі. Соңғы жақтарында мұны TSP-IP. TSP-IP-ді ашамыз. Бұның ішінен TSP-IP-дің ішінен parameters дегенді ашамыз. Және parameters'ың өзіне басып таңдаймыз. Бұның ішіне оң жағын басып, бос жерге оң жағын басып, мінекей создать параметр the word 32 бит деген таңдаймыз. Және файлдың атын былай деп атаймыз. Default.ttl дейміз. Enter батырмасын басамыз. Егер сіздерде онсызда ондай бар десе, мына тізімнен дәл осындай default.ttl деген таңдаймыз. Онда кетіріп тастаймыз да, осын таңдаймыз default.ttl. Оң жағын басамыз, изменитке басамыз. Бұның ішінен десяточный дегенді таңдаймыз. Сіздерде 80 немесе 81 компьютердің моделіне байланысты әртүрлі тұруы мүмкін. Қандай тұрса да кетіреміз де 65 деп жазамыз. Міндетті түрде десяточный деп таңдап және 65 деп жазамыз. Окей батырмасын басамыз. Одан кейін енгізіп болғаннан кейін параметрсті жабамыз. TSP-IP-ді жабамыз. Одан кейін TSP-IP 6-ны ашамыз. Оның ішіндегі параметрсті таңдаймыз. Бұның ішіне де оң жағын басып, создать параметр the words 32 бит деген таңдаймыз. Бұның да атын default.ttl деп атаймыз. Оған оң жағын басып, изменить басамыз. Десяточный таңдап, 65 деп жазамыз. Окей батырмасын басып сақтаймыз. Барлығын сәтті енгізіп болғаннан кейін артқа қарай кері ораламыз. Немесе терезені жай жаба салыңыздар. Одан кейін пускқа басып, перезагрузка, яғни міндетті түрде компьютерді өшіріп қайта қосу керек. Мінекей сонымен мен компьютерді өшіріп қайта қостым. Мінекей интернетті ашып көремін. Жаңа көрсетпей тұрған болатын. Енді барлығы істеп тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мінекей YouTube ашылып тұр. Және Google ашылады. Аласыздар да жұмыс жасайсыздар осылай. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менде қазіргі кезде телефонда екінші сим-карта Altel, яғни Altel операторынан таратылып тұр интернет. Назарларыңызға рахмет. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер ұнаса, таныстарыңызға тарата жүріңіздер, лайк басып және комментарий жаза жүріңіздер. Сіздердің алдарыңызда болған мен Бек. Кездескенше сау саламатты болыңыздар.